Күнә дегеніміз адамның өзгелерге көрсетуді қаламайтын істері. Ол адамның табиғатына, жүрегіне жат нәрселер. Өтірік айтқанда бетің қызарып, жүрек қағысының өзгеруі соның себебі. Күнә шеген ағашқа қаққан сияқты. Оны суырғаныңмен ізі қалады. Оның жүрекке тигізер зияны удың денеге тигізетін зиянынан да қауіпті. Кейде бір адамның күнәлары қоғамға Нұх пайғамбардың қауымына топан су алып келген сияқты апаттар алып келеді. Айша радиаллаху анха бір уақыттар келеді, күнәлар көбейеді. Сонда Алла тағала жерге бұйырады. Жер оларды сілкіп тастайды деген. Сенің жанұяңдағы ұрыстарда күнәлардан. Себебі мен бір күнә істеп қойсам, оны әйелім мен көлігімнің қылықтарынан кездестіремін деген ғалымдар. Иман келтірген қауымға береке есіктері ашылатын сияқты, керісінше күнә жасаған қауымның ризығы тарылады. Жауын жаумай, құрғақшылық орнаса, барлық жан-жануарлар бұл адамзат баласының күнәсінің себебінен деп, оларды қарғайды делінген хадисте. Күнәнің жазасы сол, ол адамды басқа күнәларға жетелейді. Адамның жаттау қабілетінің төмендеуі де күнәнің себебінен орын алады. Себебі білім ол нұр. Ал Алланың ондай нұры күнәһардың жүрегіне орнамайды. Қайталана беруіменен кішкентай күнәлар үлкен күнәларға айналады. Сен күнәнің үлкен кішкентайлығына қарама. Кімнің алдында күнәһар болғандығыңа қара. Көп адамдардың құлшылығының қураған ағашқа ұқсап нәрсізденуі, тыйым салынған нәрсеге көз салуынан болады. Бөтен әйелге құмарлана қараудан көзін сақтаған ерге Алла тағала құлшылығының ләззатын сездіреді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Кейде секундтарда жасалатын күнәлар жылдарға татитын өкініштер мен азаптарға келеді. Жолым болмай жүр дейсің ау. Расында құл жасаған күнәсінің себебінен ризық несібесінен махрум етіледі делінген. Әрбір күнә тозақта болатын бір ағаш. Сондықтан қолыңды күнәға созбастан бұрын өзіңді өртейтін отын жинап жатқаныңда есің ал. Күнәсі көбейген адам салихалы жиындардан жүрегі қысылып, ізгі адамдардан алшақтай бастайды. Егер камераның көзі түсіп тұр десе, күнәдан тыйыламыз. Ал егер иығыңдағы періштелер жазып жатыр десе, біз бақпаймыз. Күнәдан құтылудың жолы тәубе. Расында тәубе жасаған адам күнә жасамаған адам сияқты деген Алланың елшісі. Оған Алланың игілігімен сәлем болсын. Намаз барлық арсыздық пен жамандықтан тыяды делінген Құранда. Ал егер құлшылығың жамандықтан тоспайтын болса, онда сенің намазыңда кемшілік бар. Су отты өшіргендей, садақа күнәларды өшіреді деген Алланың елшісі. Оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Күнә істеп қойған адам жақсылықтар жасасын. Өйткені Алла тағала жақсылықтар мен жамандықтарды жояды деген. Ей күнә істеуші, сен ең болмаса иығыңдағы күнәсіз періштелерден ұялсаң етті.
күнәдан құтылудың негізгі жолы ізгі ортада болу. Өйткені жаман дос темір ұстасының дүкені сияқты күйені жұқтырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күнәсіне өкініп, Алладан қорқып көзіне жас алған пенде оттан аман болады деген. Оттан аман болады.